Аида 17 жаста, Ақтөбедегі қарапайым мектептің оқушысы, озат, тәртіпті қыз. Үйде ұрыс-керіс, мектепте жалғыздық. Күн сайын өз жасын жасырып үйіне қайтады. Ешкім байқамайды. Туған күнінде ешкім келмеді. Сол кеште ол жазды: шаршадым. Сосын бір уыс дәріні ішіп, мәңгі ұйқыға кетті. Күтпеген жерден құтқарып қалған үйге уақытынан ерте келген інісі. Уақыт өтті. Аида реабилитациядан өтті. Достар тапты. Енді менталдық денсаулық туралы блог жүргізеді. Өз хикаясын былай айтады: кейде жоғалып кеткің келеді, ал шын мәнінде тек бір адамның сені естуі жеткілікті екен.